Ассаламу алейкум. Біз бүгін Хумаза сүресі. Осы сүре жайлы Құдай қаласа тәжвидтік талдау жасайтын боламыз. Бұл жерде кездесетін ережелер мәләу деген кезде тәнуин, лән, мәлән, одан кейін вау әрпі келді. Сол кезде мына тәнуинді вауға кіргізіп мәләу деп сәл ғұннамен оқимыз. Мәләу деп тек қана ауызбен оқысақ, ол мәд вау болып кетеді, яғни созылатын вау. Ал бұл жерде не? Идғам болып жатыр. Демек ол ғұнна керек. Мәләу қыстысақ не? Қысылып қалды ауа. Осылай шығу керек. Егер сіз мұрынды жауып тұрып мәләу деп айтсаңыз, бұл мына ереже емес, ол мәд ережесі. Соны қарайсыздар. Бұл жерде кіргізіп жатырмыз, ол идғам. Және ғұнналы идғам, танаудан шығатын дыбыспен ғұнна. Кейін мына жерде ләюн сукунды нун тұр. Құранда сіздерде төбесіне мим келеді бүйтіп, кішкентай. Бұл мим демек нун өзінен кейінне бә әрпіне жолығып тұр. Сол кезде нун әрпін біз бға өзгертіп жереміз. Мына өзінен кейін б әрпіне жолыққандықтан. Сонда ләюн бәдәнна емес, ләюм деп б әрпі нун мимге айналып оқылады. Ләюм бәдәнна. Бұл бізде не еді? Иқлаб еді. Ауыстыру ережесі. Амадим не? Идғам. Тәнуинді мыға кіргізіп жібердік. Идғам. Иншалла сүреге келсек. Бисмилла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахим мәд арид. Тоқтасақ. Тоқтамай жалғастырып кетсек, рахими уәйлул деп жалғастырып кетсек, ол кезде мәд табиғи. Біз не үшін бұны мәд арид деп айттық? Өйткені біз тоқтаған кезде сукун арид, сукун. Уақытша келетін сукунда келеміз. Сол себепті бұл сол сукунға жолыққандықтан мәд арид болады. Иншалла. Уәйлул. Уәйлун, бірақ одан кейін л әрпі келді. Уәйлул деп лға кіріп кетеміз. Бұл кезде не? Ғұнна жоқ. Ләм мен ро әрпіне кіретін болса, ғұнна болмайды. Уәйлул ликулли. Ликулли. Уәйлул ликулли хумазатин. Бірақ одан кейін не? Л әрпі тұр. Құранда сіздерде не? Шәддамен келеді. Егер кіретін болса келесі әріпке. Осы шәдда сіздерге лайфхак. Яғни мына сөзі мынаған кіргізіп жібереміз деген сөз. Әріпті. Хумазатил лумаза. Уәйлул ликулли хумазатил лумаза. Бисмилла. Уәйлул идғам ғұннасыз. Ликулли хумазатил тыға лыға әріп кеттік. Тағы да ғұннасы идғам лумаза. Тәні біз тоқтаған кезде не? Хәмен тоқтаймыз. Бұл тәмәр бұта ережесі. Бұл жерде көп ереже жоқ екен. Әлләзи жама'a мәләу вә'аддәдә. Әлләзи мәд табиғи, жама'a мәд табиғи, мә екке созамыз. Ләу ғұнналы идғам кіргіз жердік мына тәнуинді вауға. Вә'аддәдә. Яхсабу әннә мәләху әхләдә. Әхләдә. Яхсабу. Бұл жерде көп ереже жоқ. Әннә мәд табиғи, ләху өзінен кейінне келесі сөз хамза тұр. Бұл жерде мәд мунфасыл сияқты, тура. Бірақ біз бұны не деп айттық? Мәд сила. Өйткені хә әрпінің созылуына байланысты ереже болатын болса, ол мәд сила. Және төртке созылатын, мунфасыл сияқты болатын болса, ол кезде не еді бізде? Мәд сила күбро. Яғни мәд силаның үлкен түрі. Ал кішкентай түрі екіге созылатын еді. Мәләху мәд сила күбро. Ахләдә. Ә жіңішке, хо жуан, лә жіңішке. Демек әхләдә. Әхләдә немесе ахладах еместі. Әхләдә деген сияқты. Кәллә. Сөйле қандай ереже бізде? Тоқтамай өтіп кеткен жақсы, бірақ тоқтауға рұқсат.
لا ينبذن في الحطمة كلا ما الطبيعي لا ينب иқлап біз нунды мыға өзгертіп жібердік. Өйткені сукунды нуннан кейін бә әрпі келетін болса, бізде ол мимге ауыстырылып иқлап ережесі болады. Бәдәнна фил не істейміз? Кіріп кеттік. Бұл бізде қамария ләм оқылатын болса. Хутама бізде тә хағы оқыдық. وما أدراك ما الحطمة وما مت منفصل أدراك مت طبيعي және ро әрпіне тафхим жуандық ережесі. Өйткені төбесінде фатхамен тұр. Мәл кіріп кеттік. Осы кейбір кісілер мынау мә енді мәт табиғи болып тұр ғой. Бірақ ол жеке тұрған кезде бүйтіп мә болса, бірақ одан кейін кіретін болса келесі әріпке мәл болып кірмейді де мәл деп сразу кіреді. Жарай ма? Соны абайлайсыздар. Мәл хутама қамария ережесі. Наруллахил муқада наруллах нә мәт табиғи руллах лаға кіріп кеттік. Демек шамсия хил не істейміз? Қамария му мәт табиғи қада әлләти татталиу көп кісі тотталиу деп оқиды. Немесе татталиу жоқ. Білем, то әрпі жуан болып тұр, сол әсер етеді. Біз де сөйтіп оқығанбыз. Бірақ тәжіңшке то жуан. Татталиу немесе тотталиу оқымайсыздар. Тәжіңшке то жуан. Татталиу على الأفئدة التي ما الطبيعي تطلع على لم كردك بس قمرية أفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها ما الطبيعي عليهم мимге жоқты ұстаймыз және екі бірдей мисләйін мисл деген сөзді мысал дейміз ғой, ұқсасы деген сөзді. Осы оқиғаға ұқсасын келтірсек, яғни мысалын келтірсек, мисл енді мисләйін деген сөз екі ұқсас деген сөзді араб тілінде. Демек екі ұқсас мим мен мим жолығып қалды, әріп не істейміз? Идғам мисләйін кіргіз жереміз. Сол кезде не? Екі әріп мөлшеріне ұстайсыздар. Алейхим муқсадах деген сияқты. Сосын мынау хамзаны абайлаңыздар. Бұл муқсадах деген сияқты тербет жереді хамзаны. Жоқ, муқсадах деген сияқты тербетпей оқисыздар. Анау фил сүресінде мәкул деп оқиды ғой. Мәкул деп оқисыз. Фи амадим мумаддада фи мат табиғи амадим идғам кіріп кеттік тәнуин мен мимға мумаддада не хәні тә марбутаны хәмен тоқтаған кезде хә ғып оқыдық. Енді бұл сүре жайлы не айтылған? Бұл сүре енді хумаза деген сүре жалпы бұл келемеждеу, біреуді кемсіту деген сүреде. Бұл сүренің негізгі түсу себебі сондай бір адамдар болады, өзін жоғары санап басқа адамдарды не кемсітеді, келемеждейді. Тіпті сөзбен болсын, іс-әрекетпен болсын, немесе не жаңағыдай ымдап болсын, бүйтіп ымдап күледі ғой, мазақ қылып. Сол нәрсе сондай адамдарға Алла тағала сақтандырып жатыр. Олай істемеңдер дейді. Ондай адамдардың жағдайы қандай болатындығын сондай бір адамдарды ишарамен, ғайбатпен, немесе сондай бір өзін жоғары санап оны бір кемсіту, ондай адамдарға қандай өкініш болсын дейді. Ол өкініш тозақта ол. Ондай адамдарға нендей өкініш? Өйткені олар адамның несіне кіріп жатыр? Намысына кіріп жатыр. Адамның арына қол сұғып жатыр да. Өйткені біз айтқанбыз, адамның қаны, малы және де ары екінші мұсылманға не? Харам дегенбіз. Адам екінші адамның бізде шекара дейді ғой, соны дінде қатты сақтайды. Сондай адамның арына қол сұғатын
адамдар бар дейді, оларға қандай өкініш болсын дейді. Енді ешқашан төмендегі адам жоғарыны жаңағыдай қалай айтсақ болады, кемсітіп бір келемеждемейді ғой. Енді ол ғайбат айтпаса енді, бірақ келемеждеу мәселесі көбінесе кемсіту жоғарыдан төменге қарай болады. Ол көбінесе қандай адамдар дейді? Әлләзи жамаа мәлә ва аддада. Олар малдарын жинайды да, оны не әрдайым санайды, яғни өзінің малын көбейтуге тырысады. Оны қайта-қайта малының қаншалықты екенін көрсеткісі келіп санап көрсете береді. Сол нәрсеге лайшының масаттанады, ақшасының көптігіне. Және де сол ақшасының көптігі, негізі дүние табу ол дінде өте жақсы амал. Зекет береді, қажылық жасайды, адамдарға садақа беріп көмек жасайды да. Бірақ олар қандай? Ол мал арқылы басқаларды өзінен төмен көреді. Кейбір қырағатта Жафарда жаммаа деп кетіреді. Яғни жай ғана жамаа емес, жаммаа. Олар малдарды жинауға сондай құмар. Не үшін? Басқалардан өзін үстем санау үшін. Оларда егер мал, дүние басқа біреуден кем болатын болса, өзін кем санайды. Сол үшін олардың былайша абыройын көтеретін, оларды жаңағыдай өзінің авторитетін көтеретін нәрсе олар үшін білім немесе бір ар-намыс, бір тағы да әдептілік емес. Олар үшін дүние, мал. Сондай адамдар дейді. Олар ойлайды, яхсабу анна малаху ахлада. Бұл дүние, малым мені любой жерде проблемамды шешіп кетеді. Кез келген жерде мен жүре берем, және де не, мен бұмен мәңгі өмір сүрем деген сияқты ой болады да. Ешқашан бір өлмейтіндей, бүкіл жерде өзінің бұйрығын жүргізгісі келіп, ақшамен шешем деген сияқты. Әрине ол біраз жерде жүретін шығар, бірақ оның ақыры бар. Өйткені не дейді Алла Тағала келесі аятта? Жоқ дейді, мүлдем олай емес дейді. Ол мәңгі қалам деген сияқты немесе кез келген жерде мен ақшамен бәрін шешем деген сияқты ойлай ма? Жоқ, кәллә дейді. Жоқ, мүлде олай емес. Міндетті түрде. Мынау араб тілінде лә деген сөз міндетті. Кейін екіні келген, күшейтпелі. Өзі қарасаңыз екі нун өзі күшейіп тұр ғой. Лә юмбәдәннә, бәдәннә деп. Яғни осы екі бізде шынымен де, расында, мысалы шынымен де десең сөзіңізге сену сәл көбейе түседі ғой, арта түседі сенім. Ал бұл жерде екі нәрсені қолданған. Лә, міндетті түрде, шынымен де, расында не, біз оларды хутомаға тастаймыз. Ондай адамдарды. Енді Алла Тағала бұл жерде қарасаңыздар, қазірден бастап ескертіп жатыр да, хутомаға түспес үшін ана нәрседен арыл, барынша сақтан деп. Өйткені алдағы уақытта жалғастыратын болсаң, хутомаға етіп қаласың дейді. Ал хутома, Алла Тағала, уәмә әдрака мәл хутома, ал сен хутоманың не екенін білесің ба дейді. Айтты ғой, егер осылай жалғастырсаң, хутома атастайын дейді адам. Не екен ол хутома дейді. Кейін тағы да сіз ойлануыңыз үшін, тағы да ақыл жүргізу үшін не? Алла Тағала тағы сұрақ қояды. Бұл Құранның шеберлігі, ал сен хутоманың не екенін білесің ба дейді. Оған сенің ақылың жетпейді. Ол сондай ақылың жетпейтін бір қорқыныш. Енді Алла Тағала баяндайды. Наруллахил муқада. Ол сондай бір өшпейтін от дейді. Алла оны жағып қойды, ол ешқашан өшпейді. Ол жанып тұр. Енді кейбір хадисте келдір, Алла Тағала 1000 жыл жақты, ол жаңағыдай қып-қызыл болды. Кейін 1000 жыл жақты, ол ақ түске айналды дейді. Тағы да 1000 жыл жаққан кезінде ол қара түнекке айналды дейді. Оттың түсі бізде көбінесе не? Сары, ары бараса қызыл деген сияқты. Ал ол от қара отқа айналды. Қара түнекке. Енді ол қандай от болады десе, ол адамның тәнімен қоса жүрегін өртейтін от. Яғни бірінші жүрегін шарпитын от. Енді бұны кейбір тәпсірде не үшін жүрекке десе, бүкіл жаман ойдың, бүкіл жаңа жаман істердің бастауы не? Жүректен алады ғой ол. Адамның денесіне бір ет бар, ол түзу болса, амалдары түзу, бүкіл денесі түзу. Ал егерде ол бұзылған болса не? Бүкіл денесі күнәске құмар бұзылған болады. Яғни осы дене ағзаларды жұмысқа жүргізетін, соларды істеткізетін не? Бірінші жүректі. Сол жүректі шарпимыз. Осы нәрсенің бастауы болған жүректі өртейтін от дейді. Және ол оттардың ішінде қалған адамдар былайша айтқан кезде жан-жағынан
құрсаулап жауып қалады. Және де біз оған тасталғандарды ұзын от жалынды бағаналарға байлаулы күйде қалдырамыз. Яғни ол жерде қалған адамдарды бағанаға керіп, және де олардың үстінен отты құямыз. Яғни бұл деген сөз, ол жерден шығатын мүлде жол жоқ. Ешқандай жол жоқ. Бұл не үшін? Не үшін бұл? Алла тағала менің әмірімді орындамадың деп тұрды ма? Әңгіменің басы, адамның арына, намысына кірдің сен. Сол үшін мен сені азаптаймын дейді. Өйткені оған олай арына қол соғуға сенің ешқандай ақың жоқ еді. Өйткені адам бірінші не? Өзімен күресу керек. Кезінде бір ғалымнан, неге сіз пәленше туралы айтпайсыз, анау туралы былай айтпайсыз деген сияқты, мен олар жайлы айтатындай әлі өзімді түзеген жоқпын ғой дейді. Пайдалы болсын.